Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Мен Нұрғиса Қыдырбайұлы бүгін сіздермен ешкілердің күтіміне қатысты жалпы зоотехник мамандар қолданатын тәсілдер жайлы айтамын. Анығырақ айтар болсақ, ешкіге су беру жайлы айтамыз, және айта кетуге тиістіміз, дәл осы тәсілдерді сүтті сиырға да қолдануға болады. Су беру бұл өте қарапайым және оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл айсбергтің тек ұшы ғана. Оның маңыздылығы өте үлкен, себебі 1 килограмм сүт беру үшін ешкі 1,5 литр су ішуі қажет. Себебі сүт 80% судан тұрады. Және бір айта кететін жайт, шай немесе басқа да тұнбаларды беруді осы видеода қарастырмаймыз. Себебі бұл бөлек тақырып болуы керек. Яғни түймедақ, ромашка мен шай беру ол бөлек әңгіме. Ол күтім емес, ол емдік іс-шара болып табылады. Осыдан 2 жыл бұрын біз өзіміздің ешкілерге автопоилка, яғни автоматты суғару жүйесі жайлы айтқан видео түсірген болатынбыз. Сол кезде осы видеосын ғылым және ауыл арнасына салып едік. Арада 2 жыл зырғып өте шығыпты. Егер көрмеген болсаңыз, осы видеоны көріп болған соң сілтеме арқылы өтіп, 2 жыл бұрынғы видеоны да көрсеңіз болады. Автоматты суару құрылғысы тақырыбындағы видеоның сілтемесі осы видеоның астында описаниеде және комментарий бөлімінде де қалдырып өтетін боламыз. Әуелі, ешкіні суаруда ең жиі қайталанатын қателіктер жайлы айталық. Кейбір азаматтар ешкі көп су ішуі керек дегенді естіп алады да, үлкен ыдысқа су құйып ешкілердің ортасына қойып қояды. Қалағандарыңша ішіңдер, маған көп сүт беріңдер деген сияқты, бірақ бұл қате. Мысалға, дәрігерлер адамдарға күніне 2 литр су ішу керектігін деп айтады. Шай, сок пен сорпадан басқа 2 литр су. Біз сол 2 литр суды ішпейміз, себебі ұмытып кетеміз. Сондықтан дәрігерлер өзіңізбен бөтелкеде су алып жүруге кеңес береді. Бөтелкедегі су сізге су ішу керектігін есіңізге салады. Дәл адамдар сияқты ешкілерде өздерінің су ішу қажет екендігін ұмытып кетеді. Сол себепті сауынды ешкілерге суды молынан бірнеше рет бергеніңіз дұрыс болады. Осылай сіз оларға су ішетін уақыт болды деп, олардың көбірек су ішуіне ықпал ететін боласыз. Егер ортада су тұратын болса, ол міндетті түрде ластанады, ал таза емес суды олар ішкісі келмейді. Осындай жағдайда кейбір ешкі бағып отырған жігіттер суы алдында тұр, қалағанша ішеді деп ойлайды. Ал бұл қате. Әрине, егер автопоилка бар болса, оны жиі тазалап тұрған дұрыс болады. Әр су берген сайын үлкендеу ыдыспен молдау етіп берген дұрыс болады. Себебі адамдарда су ішкен кезде кішкентай ыдыспен су ішетін болса, тез шөлі қанғандай болып қалады да аз су ішеді. Ал үлкен ыдыспен су ішсеңіз, 1 кружка толы суды қалай ішіп қойғаныңызды байқамай да қаламыз. Сол сияқты сүтті ешкілер мен сүтті сиырлар су ішіп жатқанда ыдыстағы суы таусылып қалмауы керек. Қайта толтырам дегенше олардың су ішкісі келмей қалады. Су бұл экономикалық жағынан ең арзан тамақ болып есептелінеді. Сондықтан суды ешкілер мен сүтті сиырлардан су үнемдеудің қажеті жоқ. Мен білемін, сіз де ауыл шаруашылығына 4 түлікті күтіп баптауға қызығасыз. Олай болса, неге біздің ғылым және ауыл арнамызға тіркелмегенсіз? Дәл осы қазір сізден арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуыңызды сұраймыз. Сіз үшін бір ғана сәт, ал біз үшін үлкен бақыт және қазақ тілді арнаға жасалған кішкентай қолдау болар еді. Егер бәріміз арнаға тіркелген болсақ, ары қарай жалғастырайық. Алдыңғы видеода біз өз көрермендерімізге ешкіге қандай жағдайда суды аз береміз немесе мүлдем бермейміз деген сауал қойған болатынбыз. Көрермендеріміз өз ойларын білдіріп жатты, алайда нақты тұшымды жауап болмады. Жауабын айта кетелік. Сұрақ мынандай болған: қай уақытта суды аз береміз немесе мүлдем бермейміз? Тек бір ғана жағдайда, яғни тек ветвраштың, ол деген сөз мал дәрігерінің нұсқаулығымен ғана. Яғни егер мал дәрігері емдік іс-шара жасаған соң су беруді ертеңге дейін тоқтат немесе су беруді азайт десе ғана. Басқа жағдайда су беруді тоқтатуға болмайды. Туғаннан кейін, суалтқаннан кейін, түнде, қыста, жазда, көктемде, күзде деген жауаптардың бәрі де қате. Сүтті бағыттағы ешкі мен сиыр су ішуін азайтуына болмайды. Егер ешкі ағзасына су жетпегеннен сүт беруін азайтып алса, бұрынғы күнделікті беріп жүрген сүтіне қайта жетуі үшін 5-тен 10 күнге дейін уақыт керек болады. Сол
Су бұл ең арзан тамақ деп айтып өттік, сондықтан судан үнемдеудің қажеті жоқ. Үлкен сүтті ешкі немесе сүтті сиыр фермаларында автоматты су беру құрылғыларына счетчик орнатып, әр топтағы ешкілердің қанша су ішкені бақыланады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша қай топта су көп ішілсе, сол топ сүтті де сәйкесінше мол берген. Ал енді судың температурасы жайлы айтайық. Қыста кей азаматтар 4-5 градустағы суды береді. Оны ішкен сүтті ешкі немесе сиыр бір орында ұзақ тұрып қалады, себебі ол ішіндегі суық суды жылытып жатыр деген сөз. Суық су бәрібір жылынады. Не оны сіз жылытасыз, немесе оны ешкі жылытады. Экономикалық жағынан суды өзіңіз жылытқаныңыз тиімді болады. Ал суық суды ешкі жылытса, бұл сіз үшін өте тиімсіз. Сіз тоқпенен, отпенен, көмірменен немесе газбенен суды жылытасыз. Не болмаса бидайменен, арпаменен, шөппенен суды жылытасыз. Себебі ол ешкі суды жылытуға бойындағы энергияны жұмсайды. Ал бұл қаржы жағынан өте тиімсіз. Суды жылыту қымбатқа түседі деп суық су беріп жүрген болсаңыз, онда сіз біліңіз, сіз ең қымбат жолын таңдадыңыз. Жазда өзен-көлдерден суғаруға бола ма деген сұраққа. Әрине болады, бірақ ол көл тоғанға немесе өзенге өндірістік қалдықтар төгілмейтін таза болуы керек. Түрлі ішек құрттарына қарсы профилактикалық іс-шаралар уақытылы жасалып тұруы керек. Қысқаша қорытындылайтын болсақ, осы видеоны, су ең арзан, бірақ ең құнды тамақ. 1 килограмм сүт алу үшін кемінде 1,5 литр су бересіз. Сондықтан сүтті ешкі немесе сүтті сиыр судан еш тарықпауы керек. Егер ешкі су аздығынан сүт беруін азайтса, оның қалпына келуі үшін 5-10 күнге дейін уақытыңыз кетеді. Сол себепті суды үнемдеудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Және ең бастысы, ешкілеріңізге су ішетін уақыт болды деп жиі еске салып тұрып отырсаңыз дұрыс болады. Суды үлкендеу ыдыспен таза, мөлдір қалпында, суық емес күйінде беріңіз. Егер де сіз ешкіге қалағанынша су берсеңіз, ол да сізге рахметін айтып, сізге мол сүт беретін болады. Арнамызда сүтті ешкінің күтіміне қатысты зоотехник мамандар айта бермейтін пайдалы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Егер дәл осы форматтағы видео сізге ұнаған болса, комментарийге ойыңызды жазып қалдырсаңыз болады. Келесі видеоларда қандай тақырыпта видео көргіңіз келеді, комментарийге оны да жазыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Ғылым және ауыл арнасындағы басқа да қызықты әрі пайдалы видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.